Сәлеметсіздер ме? Менің атым Раисова Не және мен Өскемен қаласының химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 11-ші сыныптың оқушысымын. Өзіме және басқаларға пайдалы өткізу үшін осы Википедияға жаңа ақпарат енгізуді шештім. Жалпы Википедияны адамдар өз ой-өрісін дамыту үшін және бұрын білмеген ақпаратты білу, тану үшін қолданады. Сол үшін мен Википедияға жаңа Дальтон заңы туралы мақала енгіздім. Дальтон заңы бойынша газ қоспасының қысымы сол қоспаға кіретін газдардың парциалды қысымдарының қосындысына тең. Бұған қоса мен бар мақалаларға жаңадан ақпарат қосамын. Сол үшін Қазақстан соғыстан кейінгі кезеңде деген мақалаға мен еңбек армиясы туралы мәлімет қостым. Ал сол үшін антропология жайлы мақалаға мен нәсілдердің қалыптасуы туралы ақпарат қостым. Қорыта келе мақалаларды жазу әрі өңдеу ол қиын емес және әр адамның қолынан келеді. Сондықтан мен барлеріңізді қазақ тіліндегі контентті көтеруге шақырамын.